Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қытырлақ және қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қытырлақ, қатпарлы және иісі деген өте күшті, дәмі деген өте керемет самса дайындап шығаратын боламыз. Сіздерге барлық сырларымен айтып дайындап көрсететін боламын. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, қонақ күткен кезде де ұялмастан алдына қоя берсеңіздер болады. Ол үшін біз ыдысымызға 1 стакан су құйып аламыз. Суымызға 1,5 шай қасықта тұз қосып аламыз. Құрамына қалауларыңызға қарай көбейтсеңіздер болады. Енді бұған ұн салып, қатты қылып илеп алатын боламыз. Қамырымыз видеода көріп тұрғанымыздай қаттылау болу керек. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды тең 2 бөлікке бөліп аламыз осылай. Енді бұл оңай жайылу үшін қамырларымызды демалуға жібереміз. Оған дейін біз сары майымызды ертіп аламыз. Сары майға аздап қойдың майын қосып ертетін боламыз. Сол кезде самсамыз қатпарлы болып шығады. Майымыз еріп жатқан кезде біз осылай қамырымызды жайып аламыз. Міне қамырымызды осылай жайып аламыз. Қамырымыз қатты жұқа да емес, қалың да емес, көріп тұрғандарыңыздай осылай жаямыз. Енді бұған бағана дайындап ертіп қойған сары майымызды осылай жағып шығамыз. Осылай сары майымызды барлық жеріне жағып шыққаннан кейін екінші қамырымызды үстінен осылай жайып аламыз, тегістеп. Екінші қамырымыздың үстіне де сары майымызды осылай жағамыз да орап шығамыз. Осылай орап дайындап алған қамырымызды енді жарты сағатқа холодильникке осылай пакетке орап салып аламыз. Мен начинкаларын осылай дайындап қойғанмын. Бұны мен үккіштен өткізілген асқабаққа 2 ас қасықта қант қосып, аздаған тұз қосқанмын. Асқабаққа қант қосылған кезде бұған ешқандай пияз бен қойдың майын қосудың қажеті жоқ. Бұл осылай дайындалатын начинканың бір түрі, өте дәмді болып шығады. Келесі начинканы картоптан дайындадым. Бұған пияз, қойдың майы, тұздықтар қосқанмын. Енді холодильниктегі қамырымызды осылай сыртқа шығарып аламыз.
Videoda көріп тұрғандарыңыздай арасы қатпарланып тұрады. Бөліп алған тестамызды осылай жайып шығамыз. Ескере кетейін, қамырымызды жайып жатқан кезімізде ортасını басып жаймаймыз. Тек шеттерін осылай видеодағыдай жайып шығамыз. Ортасымен басып жаятын болсақ, самсамыз қатпарлы болмай қалады. Самсамызды түйіп жатқан кезімізде осылай стақанға салып түйіп аламыз. Сол кезде самсамыз жалпақ болып қалмайды, топ-томалақ әдемі болып шығады. Осылай видеода көріп тұрғандарыңызда әдемі болып шығады. Тағы біреуін түйіп көрсетейін. Бұған картошкалы начинкамды салып түйетін боламын. Бұл самсамызда топ-томалақ болып әдемі болып шықты. Самсамыздың барлығын дайындап листімізге салып алдық. Енді бұған жұмыртқаларымызды барлығына жағып шығамыз. Сонда самсамыз пісіп шыққан кезде қып-қызыл болып пісіп шығады. Жұмыртқаны жағып шыққанымыздан кейін 180 градусқа 20 минуттай пісіріп аламыз. Міне самсамызда пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай беті қатпарлы болып шыққан. Міне сонымен қатпарлы қытырлақ самсамыз дайын. Кез келген қонақтарыңызға ұсына берсеңіз де болады. Самсамыздың ішін ашып сіздерге көрсетейін. Не қараңыздаршы, қандай қытырлап қатпарлы болып тұр. Басында айта кеткендей, мен начинкасына картоп пен асқабақ салдым. Сіздер начинкасын өз қалауларыңызға қарай салып дайындасаңыздар болады. Мен сіздерге қамырын дұрыс дайындаудың барлық сырларын үйреттім. Міне осындай түрлі тағамдарды барлық сырларымен дайындап үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып лайк баса кетіңіздер.